Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен әдеттегі өзімнің экспериментімді жасаймын. Осы мына жаңғақтарды видеодағыдай өсіріп көргім келеді. Ол үшін бізге жақсы жаңғақтар керек. Грек жаңғағы, міне барлық жері жабық. Мен 5 штук, осы 5 данасын алдым. Бір кез келген ыдыс, пластик ыдыс болсын, шыны ыдыс болсын, және марганцовка. Қазір мен марганцовканы кішірек ыдысқа, кішкене суға езіп аламын. Сосын осы банкаға құйып қоямын. Міне осыншама су құйып қойдым. Қазір мына банкаға жаңғақтың өсірудің басқа да тәсілдері бар, бірақ әзірге мен осы тәсілін қолданып көргім келеді. Барлық түйіршіктері жақсы ерігенін күту керек. Біз жақсылап ерітіп алдық. Ал енді мына енді осы суда жаңғақтар тура бір тәулік тұру керек.